Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Ең алдымен фаршымызды дайындап аламыз. Мына жерде менде дәмдеуіштер, яғни тұз, қара бұрыш және зира бар. Жақсылап араластырып аламыз. Пиязымызды саламыз. Пиязымызды міндетті түрде блендермен езіп алғанымыз дұрыс. Сонымен жақсылап тағы да араластырамыз. Келесі қаймағымызды саламыз. Кез келген қаймақ қолдансаңыздар болады. Бұл бізге балғындық береді. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне фаршымызды жақсылап араластырып алдық. 1/4 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін осы пергаментіміздің үстіне қоямыз және осы фаршымыздың үстіне тағы бір пергамент төсеп, оқтаудың көмегімен біркелкі жұқа етіп жайып аламыз. Міне фаршымызды осылай теп-тегіс етіп жайып аламыз. Үстіндегі пергаментін алып тастаймыз және рулет сияқты жақсылап орайтын боламыз. Қалған бөліп қойған фарштарымызды дәл осылай жайып орап аламыз және табамызға тізіп салып шығамыз. Мен қасына болгарский және помидор салдым. Болгарский міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Помидорды салғандарыңыз дұрыс, себебі соус жасасаңыздар өте дәмді болады. Және осы помидор және болгарскийіміздің бетіне кішкене оливковый майымызды құйып жіберсек болады. Қызып тұрған пешімізге 200 градуста 30 минутқа жібереміз. Фаршымызды 30 минут духовкада ұстаған соң, міне осылай болып піседі. Помидор мен болгарскийімізді бөлек тарелкаға алып аламыз және фарштарымызды пергаменттен аламыз. Міне фаршымыз осындай өте дәмді, балғын болып піседі. Барлық фаршымызды пергаменттен осылай босатамыз және пышақтың көмегімен кішкене кесіп жібереміз де духовкаға қайтадан 10 минутқа жібереміз қызарғанға дейін. Помидордан соус дайындаймыз. Ең алдымен қабығын алып аламыз. Духовкаға ыстық жерге салған соң, міне осылай қабығы тез алынады. Және үстінен вилкамен басып езіп аламыз. Помидорымызға туралған пияз саламыз және тұз, қара бұрыш салып жіберсеңіздер болады. Араластырып, біздің соусымыз дайын. Енді лавашымызға фаршымызды салуға кірісеміз. Донерімізді жинаймыз. Мен лавашым үлкен болғандықтан мен осылай 2-ге бөліп алдым. Фаршымызды қоямыз, оның үстіне дайындап алған соусымызды саламыз және болгарскийімізді қоямыз. Келесі мен тағы бір соус дайындаған болатынмын. Ол соусты біз қаймаққа соя құямыз, араластырамыз. Бізде осындай соус дайын болады. Үстіне құямыздағыны лавашымызды жинаймыз. Осылай жинап шығамыз және қызып тұрған сковородкаге екі жағын қыздырып алсаңыздар болады, немесе дәл осылай ұсынсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міне бізде осындай қытырлақ донерка шығады. Өте дәмді, өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.